Осыдан бір жыл өткен соң, планетаның ең үздік баскетболшылары FIBA Баскетболдан әлем чемпионатына қатысу үшін Қатарға жиналмақ. Дохада тұңғыш өтетін бұл турнирге 32 ұлттық құрама қатысады. 4 years ago, this was Al Janoub Stadium hosting matches at the FIFA World Cup. Now it's Al Janoub Arena, transformed for the 2027 FIBA Basketball World Cup, with the first action on the hardwood coming up next week when Qatar hosts China in a World Cup qualifier. Марқұм көреген архитектор Дохаға жобалаған Әл-Жануб 2022 жылғы әлем чемпионаты кезінде 7 матчты қабылдады. Оның өзгеше дизайны дәстүрлі доу қайықтарының желкендерінен және Қатардың теңіз мұрасынан шабыт алайда футбол алаңы енді жоқ, оның орнына 8200 жанкүйерге арналған жабық баскетбол аренасы келді. This is the legacy that Qatar is always talking about. Turning some infrastructure and some facilities and venues from one tournament to another tournament and making use of that is sustainable. It's legacy for the country. Бастапқы құрылымның басым бөлігі сақталды, бірақ кортты енді жаңа орындықтар қоршап тұр. Шатыры жабылып, орталық корттың үстіне алып экран орнатылды. Әл-Жануб келесі жылы 27 тамыз бен 12 қыркүйек аралығында өтетін 92 ойынды қабылдайтын 4 аренаның бірі болады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, баскетбол өзіне тән ерекше энергия сыйлайды. The dynamic vibes that basketball carries with it, it's unique. Қатар үшін бұл кезекте әрі халықаралық спорттық оқиға және 2022 жылғы басты нысандардың бірі үшін жаңа парақ.